Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сендермен қазақ тілі пәні бойынша миуалы ағаш тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтін мазмұнын түсініп, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және құрылымын сақтап, хабарландыру құрастырып жазу. Балалар, сабағымызда кіріспе бөлімінде миуалы ағаш тақырыбындағы кітаптарындағы берілген мәліметтерді оқитын боламын. Мұқият тыңдаңыздар. Майтөбе жайлауының күнгей жағындағы қия жолмен екі салт атты аяңдап келеді. Жамбыл мен Әлиасқар тік қияға өрлеп кетті. Қарасай шоқысының алаңына шыққанда алдарындағы қойнауда өсіп тұрған ағаш көрінді. Бар бұтағын төрт құбыласына кең жайыпты. Мен бұл ағашты көрмегелі 10 шақты жылдай болыпты-ау деді Жамбыл атынан түсіп жатып. Атты жетелеп, жаяу баралық, қасиетті ағаш қой. Екеуі ағашқа жақындағанда шошып қалды. Біреу қолына балта алған, ағашты сарт-сұрт ұрады. «Ей, тоқта! Кімсің өзің?» деп Жамбыл ата шыдамай айқайлап жіберді. Әлгі жасы 40-тың ішіне келген қаба сақалды, орта бойлы біреу екен. Балтасын жерге тастап, бұларға қарсы беттеді. Жақын келіп сәлем беріп еді, Жамбыл қолын алмай сілтеп тастады. «Сен өзі денің сау адамсың? Ағашқа неге балта шабасың? Көзіңді ойып алайын ба?» деді. «Жамбыл атам екенсіз ғой, кешіріңіз, мен бір қу бұтағын кесіп жатыр едім» деді әлгі жігіт. «Бопты, жүр, көрелік» деді Жәкең жөнді шешіле қоймай. Үшеуі мәуелі ағаштың түбіне келді. Жоқ, Әлімжан өтірік айтпапты. Шынында бір жуан бұтағы сайға қарай қисая салбырай өскен екен. Мәуелі долананың сиқын кетіре, теріс шығып, женді білектей болған, қурап тұр екен. Жамбыл ата сабасына түскендей болып, қалпағын қолына алып, отыра кетті. «Ал, жігітім, жөніңді айтшы. Бұл Сүйінбай атаңның тіккен ағашы екенін білемісің?» «Білемін, Жәке. Біз ауыл болып бұл мәуелі ағашты қасиетті санаймыз. Мен жылына 2-3 рет келемін. Қураған бұтағы болса кесіп тастаймын, мал бағамын. Күн ыстықта осы ағаштың көлеңкесіне келіп саялаймын» деді Әлімжан. «Мына бір қисық бұтақты талай рет қайыспен тартып байлап жүрдім. Түзелмей, ақыры қурап тынды». Жамбыл орнынан тұрып, мәуелі ағашқа бағдарлай ұзақ қарап: «Я, балаларым, жердің көркі ағашты адам сияқты. Мына қисық бұтақ қисық мінезді қиқар жаман адамдай. Тәрбиеге көнбеді, мерт болды. Мына зәулім ағашқа қарағанда кешегі өткен Сүйінбай ақын, бүгінгі ардагер інілерім Сәкен мен Ораз, жайлаудағы Қисәділ есіме түседі» деді. Балалар, көрдіңдер ме, қандай тәлімі мол шығарма екен. Олай болса, осы берілген мәтін бойынша тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырмамыз нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған 5 сұрақ құрастырыңыздар. Мәселен, Жамбыл не себепті атынан түсіп, жаяу жүрді? Дәл осылай етіп 5 сұрақ құрайсыздар. Балалар, сіздер білесіздер ме? 2014 жылдан бастап 19 сәуір күні ұлттық ағаш егу күні болып белгіленді. Яғни әр көктем сайын бір ағаш отырғызылады. Сол жаппай отырғызу күні 19 сәуір деп белгіленген екен. Осыған орай сыныптастарыңды ағаш егуге шақырып, хабарландыру жазыңдар. Балалар, хабарландырудың құрылымын сақтауды ұмытпаңдар. Яғни бірінші құжаттың атауы, екінші негізгі бөлімде негізгі мәтін туралы, үшінші бөлімде нақты өтілетін мекен жайы және ұйымдастыру алқасы жазылады екен. Балалар, қазақ халқы атадан мал қалғанша тал қалсын деп алып бәйтеректің, талдың өсуіне үлкен мән берген. Яғни мал жұтаса да тал жемісін беріп,
балаға мирас болып қалған. Сондықтан ол әрі табиғаттың көркі, әрі бізге пайдалы дүние екен. Сондықтан да осы мақалды жадыларыңда ұстап, әр көктем келген сайын бір ағаш отырғызуды өздеріңе міндеттеп алыңдар. Сонда біздің өңіріміз де көркейіп, тал ағаштар көбірек болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.